Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін кезекті техношоу. Адамның өміріндегі ең маңызды нәрсенің бірі ол денсаулық. Ал денсаулықты бақылап отыру үшін адамның салмағын бақылап отыру керек. Сондықтан да сіздермен бүгін біз адамның салмағын бақылайтын қазіргі заманауи ақылды таразылардың бірі Xiaomi шығарған таразыны бірге шолып көрейік. Құрметті достар, міне алдарыңызда Xiaomi компаниясы шығарған Mi Composition Scale 2 смарт таразысы. Бұл таразының коробкасына келетін болсақ, коробкасы өте сапалы, қалың коробкадан жасалынған. Коробкасынан ақ оның әдемі немесе сапалы екені байқалып тұр. Бұл жерде тіпті бір жоғарғы технологиялық бір затты ашып атқандай сезім болып тұр. Бірінші сезімді айтатын болсақ, салмағы ап-ауыр, салмақты. Бетінде шынының асты ақпен боялған. Өндірушісінің айтылуы бойынша бұл шыны күйдірілген, өте жоғарғы сапалы болып келеді. Астыңғы жағы бізде пластмастан жасалынған, ол да аппақ түске боялынған, 4 аяғы бар. Ерекшеліктеріне келетін болсақ, бетінде 4 биометриялық датчиктер бар. Бұл датчиктер туралы біз сіздермен кешірек сөйлесетін боламыз. Дәл ортасында Mi жазуы бар. Екінші ерекшелігі көзге түсіп тұрған. Бастапқыда ешқандай дисплейі жоқ секілді. Яғни аяқты қойған кезде, үстіне шыққан кезде сандар қайда шығатыны басында белгісіз. Бірақ мен әрине бұл влогқа дайындалдым, сондықтан да білем. Мына жерде әдемі болып диодтар жанатын болады. Таразы қосылу үшін мұнда 4 AAA санатты батарейка салу керек. Сыртқы пішінін сипаттап біттік, ал енді нақты параметрларына көшейік. Толық атауына келетін болсақ, Xiaomi Mi Composition Scale 2 смарт таразысы. Осындай ұзақ атау бары осылай. Өлшенетін салмақ диапазоны 5 килограммнан 150 килограммға дейін, яғни кішкентай баладан мысалға көрші Қадырбек ағаға дейін өлшей беруге болады. Барлығымызға келетін сұрақ, неге бұл жай таразы емес, смарт таразы деп аталады? Өйткені бұл таразы iOS және Android операциондық жүйелермен үйлесімді, және оның ішіндегі Mi Fit қосымшасын жүктеп алсаңыз, тек қана сіздің салмағыңызды ғана айтып қоймай, оған қоса көптеген басқа параметрларды айтып береді. Сонымен смартфоныңызға Mi Fit қосымшасын жүктеп аласыз. Оның ішіне кіргеннен кейін, егер оны алдында тіркелмеген болсаңыз, жаңадан тіркеліп, өзіңіздің смарт таразыңызды сол Mi Fit қосымшасына жалғап қоясыз. Ең алғашқы калибровкадан өткеннен кейін, сіз таразыға тұрған кезде бұл қосымша тараздағы көрсетіп тұрған санды өзіне автоматты түрде жүктеп алады. Алдында айтып өткендей, тек қана салмақты көрсетіп қана қоймай, сізге көптеген басқа параметрларды көрсетеді. Мысалға, дене массасының индексі, денеңіздегі майдың проценті, денеңіздегі судың проценті деген секілді тағы да басқа параметрлерді көрсетіп, оның сіздің салмағыңыз бен бойыңызға аз, жақсы немесе өте көп дегендей салыстырмалы түрде көрсетіп береді. Мақтаулы смарт таразысын нақтылығын өлшеу үшін екі эксперимент өткізіп көрейік. Бірінші экспериментте мен өз салмағымды Mi смарт таразысында өлшеп көрем, және үйдегі ескі таразыға, смарт емес таразыға өлшеп көрем. Байқағаныңызда екі таразы екі түрлі өлшемді көрсетіп тұр. Оның қайсысы дұрыс екенін тексеру үшін тағы да екінші эксперимент өткізіп көрейік. Екінші экспериментті өткізу үшін бізге нақты салмақ керек. Оған біз палау жасайтын күрішті аламыз. Күрішті алып, смарт емес біздің ескі таразыға салып көреміз. Қанша көрсетіп тұр? Дым көрсетпей тұр. Бұлай да тырысып көрдік. Ескі таразымыз 3 килограммдық күрішті өлшей алмай жатыр. Ал енді мақтаулы смарт таразымызды көрейік. Бірінші бұлай басып қосып аласыз. Сосын өзіңіздің салмағыңызды қоясыз. Бинго!
3 килограмм нақты көрсетіп тұр. Этикетканы көтеріп қарасақ, мында бізде 3 килограмм. Жауабы табылды. Демек, смарт деген атауға лайық нақты салмақты көрсетеді екен. Сонымен достар, 1-2 эксперимент көрдіңіздер және толық сипаттамасын көрдіңіздер. Ең басты сұраққа жауап берейік. Бағасы неше? Осы модельді смарт сағаттың бағасы 17.900. Ресми Mi дистрибьюторының онлайн магазиніне сілтемені төменде қалдырамыз, көрсеңіздер болады. Интернетті ашып салыстырмалы түрде басқа смарт немесе смарт емес қарапайым таразыларды қарап көрсеңіз болады. Арзандау да бар, бұдан қымбаттаулар да бар. Бірақ біздің бүгінгі шолуда осындай модель және осындай баға. Жеке пікірімді айтатын болсам, таразының сыртқы пішіні ұнады және оның технологиялық мүмкіндіктері ұнады. Телефонға қосылып, сенің салмағың қандай болғаны, ол салмақтың ішінде қандай параметрлер бар екенін біліп отыру маған өте қатты ұнады. Ол параметрлардың қаншалықты нақты екенін әрине күмәнім бар, алайда анда-санда ашып, өзің жайлы қызықты мәліметтерді білген өте қызықты екен. Осымен бүгінгі шолуымыз тәмам. Аяғына дейін қарағаныңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басып, пікірге келесі жолы қандай техникаға шолу жасауымызды қалайтыныңызды жазып кетсеңіз болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.